Ауыл шаруашылық өсімдіктерінің зиянкестері әртүрлі және саны жағынан өте көп болады. Соның ішіндегі кең таралғандары фитонематодтар, олудың бірнеше түрлері, кенелер, жәндіктер, кеміргіштер болып табылады. Фитонематодтар өсімдік ұлпасына немесе жасушасына тығып алатын шанышқылы стилеті, яғни найзасы бар микроскопиялық құрт тәрізді ағза. Фитонематодпен залалданған өсімдіктің өсуі тежеледі, яғни бұл өсімдік өнімділігін азайтады. Жәндіктер ауыл шаруашылық өсімдіктерінің зиянкестері арасынан ерекше орын алады. Олардың көбісі өсімдіктің тамырын, сабағын, жапырағы мен жемісін бүлдіру арқылы қоректенеді. Сонымен қатар, қарастырып отырған жануарлар тобы өсімдіктерді тозаңдандыру арқылы зат айналымына қатысып, маңызды әрі пайдалы рөлде атқарады. Өсімдіктерге зиян келтіретін жәндіктер барлық жәндіктердің аз ғана бөлігін құрайды. Бірақ солардың өзі ауыл шаруашылық өсімдіктері мен орман егістеріне елеулі зақым келтіре алады. Кеміргіштер сүтқоректілер класының ең көп тараған түрі. Ауыл шаруашылығына көбірек зиян келтіретіндерге тышқандар, дала тышқаны, егеу құйрық және тағы басқалары, және тиін тектестер, саршұнақ жатады. Заманауи ғылыми зерттеулер мен практикалық тәжірибе қоршаған ортаны қорғау мақсатында әртүрлі биологиялық